Достар, бүгін тағы бір жақсы жаңалық болмай тұр. Өйткені мынау көктем айында аққан болатын кузовқа талдың клейі сап-сары болып. Онымен бұрын да кездескен, бұрын өшіргем. Содан кейін бір рет қателестім осы жақында. Сырып алдым көлікті, оны қайталамаңыздар, полировка жасатып тастадым. Ең бірінші клей болса, қазір көрсетем, не керек? Клей болса, ең біріншіден обезжиривать керек. Тура осысы, басқа қаттыларын алмаңыздар, но ең слабый, сырты жасыл, өзім көріп жүргенім. Мұның бірінші рет емес, 4-5 бутылкасын пайдаландым уже мен, вообще. Одан кейін любой тряпка керек емес, микрофибра да керек емес, микрофибрамен сызып тастадым мен көлікті, микрофибрамен даже качественный алғам. Ол үшін не керек? Бізге диск керек. Осындай ватные диски дейді. Осындай керек, міндетті түрде диск болу керек осындай. Қазір көрсетейін. Міндетті түрде микрофибра жарамайды, достар. Онда сіздер көліктеріңіз полировкаға апару керек болады. Міне. Осындай дискімен қазір көрсетем, қалай істеу керектігін. Қазір мен сызып тастаған жерлерімді көрсетейін. Полировка жасаттым, бірақ міне қазір сызған жерді көрсетем. Примерно осы жерді сызған болатынмын. Осы жерді тетравитті алған кезде клей қалып қойған, соны сызған болатынмын. Одан кейін микрофибрамен мына жерді көріп тұрсыздар ғой. Осы жерді міне. Осы жерді сызып тастаған микрофибрамен сүртіп өзім смола болған. Өзім ошибкам болды. Ана жерді полировать еткен кезде үстін астын полировать еткізуді ұмытып кетіп, жарайды, ештеңе етпейді, көзге нетпейді. Қазір көрсетейін қалай істейтінін. Қазір одан кейін, достар, жайлап бүйтіп істеп аламыз. Осылай құйып шамал ғана қатты емес. Содан кейін міне көріп тұрсаңыздар, клейлер тұр. Бұны өстіп сүртеміз. Кетті ғой мұны, мына сары қалып қойды ғой. Бұнымен қайтадан сүртпейміз, өйткені сары қайтадан жағып тастайды өзіне. Сондықтан да бір рет кетті. Екінші жағымен істейміз бұлай. Екінші жағы кетті ма, міне үшінші жағымен. Максимум үшеуіне ғана қолданамыз, сосын тастаймыз. Оны мынандай салфан алып қойдым. Міндетті түрде осыған тастаймыз. Міне осындай қызықтар да болып тұрады. Негіз, достар, көбіне байқап істеңіздер. Міндетті түрде осы обезжириватель керек. Міндетті түрде сосын дискі микрофибра жарамайды, мүлдем қолданбаңыздар. Царапина қалдырады, өйткені бәрі қатты басасыз. Ана ватные диски деген. Ақырын қатты бассаңыз да ештеңе етпейді. Қаттылардың шамалы соны тырнақты батырып жүрпейді, шамалы чуть-чуть қана қырып жүрсеңіз де болады. Сонымен, достар, сырты бычытмен қазір көрсетейін тағы. Мына жер капот. Одан кейін смола. Кетеді, төбесінде страшно. Міне. В общем, достар, сау жер жоқ көліктің. Сау жерін қалдырмаған. Сондықтан да қазір енді бірінші нетпес бұрын сосын көлікті бірінші жуу болу керек, міндетті түрде жуу керек. Міндетті түрде. Өйткені шаң қосылып кетсе, көлікті сызып тастайсыз. Жуудыңыз, жақсылап жуып, шайып, шампунмен как положено. Шайдыңыз, шайғаннан кейін міндетті түрде жақсылап сүртіп, шамал көлікті кептіру керек. Кептеннен кейін бастаймыз. Міне мен жудым, шайдым, сүрттім, көлікті кептірдім. Шамал бір 5 минуттай тұрды, күннің астында күн жақсы шығып тұр бүгін. Сосын жақсылап сүртуді бастап жатырмын. Біткеннен кейін қайтадан міндетті түрде жуам. Өйткені обезжириватель шамал енді 100%-тің 1-2% бәрібір краскаға зиян береді ол негізі. Сондықтан да міндетті түрде қайтадан шампунда жуып, қайтадан сүртем. Жақсы результатын көрсетейін сіздерге сосын.
саламатсыз достар, бүгін екінші күн көліктің алдын клейін кетіріп жатқанына көліктен айтайын. Обезжиривательмен кеше істедім. Алдыңғы істеп жүрген кезде обезжиривательмен шамал ғана тоң кузовта кетіре салатын. Миллион кузовта, миллион прям кәдімгідей сап-сар болып клей болып. На обезжиривательмен ұзақ уақыт кетеді. Сүртіп кетеді, бірақ сүртіп жатырмын. Но тезге оқ болады еще. Не обезжиривательмен бір жаман жері, шамал қолмен басып аласыз ғой. Мынаны дискін қоясыз да қолмен басып аласыз. Былайынан. Сол кезде кеше тырнағымды алмағам. Сол тырнақтың кесірінен бүйтіп басқан кезде көлікті сырт тастаппын. Тырнақ бар тұғын. Негіз тырнақты алған жөн екен. Тырнақты алып істеңіздер. Сызыптан сызған жерлерімді көрсетем. Содан бірден тоқтата қойдым. Сол күн тоқтады кеше, сосын үйге барып тырнағымды алып қайттан ойланып отырсам, интернетті ашып қарасам, оңай кетірудің тағы бір тәсілі бар екен. Ең арзан, ең жақсысы және тез кетеді. Ол бізде мына гель, қолға арналған гель, антимикробный дейді. Бар болған бір 200 теңгеден аспайды. Тұратын болса 200-ақ теңге. Ешқандай да аспайды. Соны кеше қарап отырсам ютубта тамызғаннан кейін сүртіп ала салады, ақырын ғана күшпен. Мен жаңа дискімен сүртіп көрдім. Мә, вообще керемет енді. Ақырын ғана күш батырмайсыз да, тырнақты да нетпейді, тырнақ алып керу жоқ уже. Ақырын ғана саусақпен қоясыз да, бүйтіп сықылап жібересіз, бітті. Жоқ, қазір көрсетем. Бірінші сызған жерді көрсетем, сосын осымен істеп көрсетем сіздерге қазір. Сонымен достар, антимикробный гельді ашамыз. Ашқаннан кейін, міне бірінші қазір сызып тастаған жерлерімді көрсетейінші, міне достар. Көріне ме, көрмей ме сіздерге? Саусақпен былай сызып кеткен. Мына жерді сызып алдым тағысын. Мына жерді сызып тастадым. Капот, мына жерін сызып тастадым. Тырнақпен. Өйткені мен каждый сарапинан көліктегі өзім білем. Еще мына жерді қатты сызып тастадым. Сондықтан да тырнақты алу керек обезжириватель. Міне гельмен көреміз. Қараңыз, тамыздыңыз. Мынау қатып қалған. Оны көрсетейін міне. Қатты тырнақпен кетпейді міне. Міне. Кетпейді, көріп тұрсаңыздар. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыз. Міне. Көрейін, ана шамал қаттылау болып қойған сияқты. Жоқ, көрдіңіздер ма? Мынау қатты сіңіп қалғанның үстіне тағы бүйтіп қоя тұрамыз. Бұны шамалы бір 1-2 минутқа қоя тұрамыз. Содан кейін барып сүртіп аламыз. Но жоқ уже почти. Көріп тұрсаңыздар. Осылай кетіреміз.